Украинадағы жағдай ушықты. Ресей Днепрге жаңа зымыранмен шабуыл жасады. Путин мұны Украинаның батыс қаруларымен жасаған шабуылына қарымта деп атады. Осыдан кейін Тоқаев қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды. Армысыз көрермен, арнада QR News. Бүгінгі шығарылымда Украинадағы хал ахуалды баяндап береміз. Владимир Путин Ресей халқына телеүндеу жасап, Ресейдің Украинаға Орешник атты жаңа зымыранмен соққы жасағанын мәлімдеді. Ресей президенті мұны Украинаның Ресей аумағына батыс қарулармен жасаған шабуылына қарымта деп атады. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Путин Ресей қарулы күштері орта қашықтыққа ұшатын жаңа Орешник зымыранын Украинаға қарсы қолданып сынақтан өткізгенін мәлімдеді. Кремль басшысының айтуынша қазіргі уақытта Орешник зымыраны секундына 2,5-3 шақырым жылдамдықпен ұшады және оған қарсы тұра алатын қару жоқ көрінеді. Ол Орешник зымыранының ұрыс жағдайында сыналуын НАТО елдерінің Ресейге қатысты агрессивті әрекеттеріне жауап деп атады. 1987 жылы қол қойылған орта және қысқа қашықтыққа ұшатын зымырандарды жою туралы келісім осы қаруларды пайдалануға тыйым салған еді. Алайда 2018 жылы НАТО Ресейді келісімді бұзды деп айыптады, ал 2019 жылы ақш Дональд Трамп тұсында бұл келісімнен шықты, кейінірек Ресей де осы қадамға барды. Путин өз мәлімдемесінде Киевке америкалық және британдық зымырандарды Ресейдің ішкі аймағындағы әскери нысандарға қолдануға рұқсат берген батыс елдерін тағы да сынады. Алдымен ақш, артынша Франция мен Ұлыбритания Украинаға өз ракеталарын Ресей аумағына соққы жасауға қолдануға рұқсат берген еді. Осыдан кейін Украина қарулы күштері Брянск облысы мен Курск маңындағы ресейлік нысандарға британдық Storm Shadow және америкалық АТКМС зымырандарымен соққы жасады. Путиннің мәлімдеуінше Брянск облысында құрбандар жоқ, ал Курскте қаза тапқандар бар. Ресей президенті өз мәлімдемесін батыс елдеріне сес көрсетумен аяқтады. Бізге қарсы қаруын пайдалануға рұқсат еткен елдердің әскери нысандарына қарсы өз қаруымызды қолдануға құқығымыз бар деп санаймыз, деді ол. Путин мәлімдемесіне Зеленский не деп жауап қатты? Украина президенті мұны соңғы уақытта Солтүстік Корея әскерлерін майданға жіберуден кейінгі жағдайды ушықтырған екінші қадам деп атады. Бұл соғыстың ауқымы мен қатыгездігінің айтарлықтай артуы және Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын өрескел бұзуы деп жазды Зеленский өз телеграм арнасында. Зеленский сонымен қатар Путиннің жаңа зымыранның Ресей аумағына батыстың жоғары дәлдіктегі қарумен жасалған шабуылдарға жауап ретінде қолданылғаны туралы мәлімдемесін жалған деп атады. Себебі оның айтуынша Украина бұл жүйелерді бұрыннан қолданып келген. Сондай-ақ Зеленский әлемдік қауымдастықты Ресейдің әрекеттеріне барынша қатаң жауап беруге шақырды. Оның пікірінше, қатаң реакцияның болмауы Ресейдің әрекетін жалғастыра беруіне мүмкіндік береді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Украина төңірегіндегі шиеленіске қатысты премьер-министрге, әкімдерге және күштік құрылым басшыларына елдегі негізгі әскери және азаматтық нысандарды қорғауды тапсырды. Берік Уәлидің айтуынша, парламент палаталарының төрағалары қабылданып жатқан шаралардан хабардар, ал президент елдегі жағдайды бақылауда ұстап отыр. Біздің еліміз үшін басты стратегиялық мақсат тұрақтылықты, тыныштықты, заң мен тәртіп үстемдігін сақтау. Қазақстан славян екі халық арасындағы қақтығысты келіссөз арқылы тоқтату қажет екенін бірнеше рет мәлімдеген болатын, деп жазды президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли. Президенттің тапсырмасынан кейін 22 қарашада Қазақстанның премьер-министрі Олжас Бектенов қорғаныс, ішкі істер, төтенше жағдайлар, сыртқы істер, денсаулық сақтау, көлік, энергетика, өнеркәсіп және құрылыс, ұлттық экономика, қаржы министрліктерінің басшыларымен жедел кеңес өткізді. Бірдене боларын сезгендей 20 қарашада Қазақстан үкіметі Украинадағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты өз азаматтарына соғыс аймақтарынан немесе Украинадан кету туралы кеңес берген еді. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Айбек Смадияров қазақстандықтардан эвакуацияға өтініш түспегенін айтты. Смадияровтың айтуынша Украинада шамамен 300 қазақстандық болуы мүмкін.
бірақ нақты санын анықтау қиын. Қазіргі Украинадағы жағдай осындай. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Маңызды жаңалықтарды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.